Уақыт бізді ауыртады алдымен, содан кейін емдейді. Сағаттары санаулылар ешқашан еш нәрсені көрмейді, естімейді шақырылған азанды, түсінбейді саз сыңсыған кернейді. Ал уақыт мәңгі, ол бар жерде заман бар, замананы Алла ғана тамамдар. Бұл уақыттың барлығы хақ, сөйтсе де уақытым жоқ дей береді адамдар. Уақыт жапты сезімдердің қақпасын, сенім ұқтым бос уақыт таппасын, дегенменен ол әлі бар. Сізді Алла уақытыңыздың бітуінен сақтасын. Уақыт жоқ дейік адамдарда жанымыз, демесім хақ жолыңыздан қалыңыз. Бірақ мынау күйбең күннің ішінен аса қиын болмасын да түсінем, бір уақыт табыңыз. Не үшін бе? Әр сызығы өлшеулі дүниенің шықпау үшін шетіне, Раббыңызды еске алып, бауырыңыздың күліп қарай алу үшін бетіне. Ғұмыр қысқа, соншалықты созатындай уақытыңыз көп пе еді? Жанайқайым сізге қалай жетпеді? Сырқат рухпен сылтып басып жүріп ақ, уақытқа боламыз ау өкпелі. Уақыт емші, уақыт емдер, алайда жазыла ма жан?